Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай дәмі тілді үйретін керемет тұшпара жасадым. Және де сол тұшпараны жегенге екі түрлі тұздық жасадым. Енді осының рецебімен бөлісе кетейін сіздермен. Осындай нан илеп қойдым. Алдын ала арнайы пельмен, вареники және чебурекиге арналған тесто. Өте керемет. Енді бұл тестаны алдағы видеоларымда сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Қолға жабыспайды және де пельменімізді 10 минуттан да аса қайнатқан жағдайда да бұл жаңағы езіліп кетпейді. Әдемі болып шығады. Нағыз осы тұшпараға арналған. Қамырымызды осылайынан жайып алдым. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Енді осындай арнайы кескішпен кесіп шықтым. Толығымен осылайынан. Сонда домалақ, әдемі болып шығады біздің тұшпарамыз. Мінекей дайын десек те болады. Енді салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, тұзын салып, бұрышын салып, дәмі бойынша осылайынан кішкене қызартып қуырып алып, және соның бәрін блендердан өткізіп алам. Тартылған етіме салып, барлығын жақсылап осылайынан араластырамаған қолмен осылайынан араластырған ыңғайлырақ, кішкене толық жақсы араласады. Енді тұшпарамызды түйеміз. Мінекей бір қамырымызға жарты шай қасық салмасын салып, осылайынан тұшпараларымызды әдемілеп түйіп шығамыз. Мінекей түйіп болдым. Осылайынан бәрі әдемі болып шықты. Енді қайнап тұрған суымызға салып 10 минуттай пісіріп аламын. Мінекей достар, менде тұшпарам дайын болды. Енді тұздығын дайындаймыз. Осылайынан 4-5 тіс сарымсағымызды осылайынан жасап алып, үстіне дәмі бойынша қара бұрышымызды салып, үстіне тұшпарамызды пісірген сорпамызды осылайынан құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Болды, дайын. Енді екінші тұздығымыз осылайынан майонезімізді салып, үстіне соевый соус 2 шай қасық құйдым. Жақсылап барлығын араластырамыз. Осылайынан екінші тұздығымыз дайын. Сіздерге қайсымен жеген ұнайды? Өздеріңізге қалауларыңыз бойынша жасап жесеңіздер болады. Маған екеуі де ұнады. Осымен тұшпарамыз дайын. Достар, егер менің каналыма кіріп тіркелмеген болсаңыздар, кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.